Сәлем достар! Бүгін біз 2024 жылдың ең шулы әрі шиеленісті детектив жанрындағы байланыс дорамасы туралы айтатын боламыз. Елестетіп көріңізші, сіз өміріңізді есірткімен күресуге арнаған, ешкімге бағынбайтын, темірдей тәртібі бар полиция майорысыз. Бір күні белгісіз біреулер сізді ұрлап кетіп, 3 күн бойы жаңа түрдегі күшті есірткіні егіп тастайды. Енді сіз әрі полицейсіз, әрі есірткіге тәуелдісіз. Не істер едіңіз? Міне, осы сәттен бастап Джейсон ойнаған басты кейіпкердің нағыз тозағы басталады. Ол енді не істейді? Дораманы бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып өтіңіздер. Никто не должен узнать. Оқиға басты кейіпкер Жан Жегионның мансабының шыңынан басталады. Ол Аннам қаласының есірткімен күрес бөлімінің майоры. Ол пара берген қылмыскерлерді де, оларды қорғаған жоғары лауазымды тұлғаларды да аямайды. Бір түні оған 1882 деген белгісіз нөмірден хабарлама келеді, және сол түні оны белгісіз біреулер ұрлап кетіп, 3 күн бойы қамауда ұстап, күштеп жаңа типтегі есірткіні егеді. Жегион метро станциясында есін жиғанда денесінің дірілдеп, санасының тұманды екенін сезеді. Ол енді еріксіз өмір сүре алмайтын тәуелді адамға айналады. Бұны істеген кім екендігін, неге өзінде мұндай жағдай болып жатқандығын түсінбей жүргенде, оның мектептегі ең жақын досы Пак Жун Со құрылыс алаңында 9-шы қабаттан құлап қайтыс болады. Ресми нұсқада өз-өзіне қол жұмсаған, бірақ Жегион бұған сенбейді. Өйткені Джейсон өлер алдында оған хабарласып, қорқып жүргендігін айтқан. Міне, қызықтың бәрі дәл осы жерден басталады. Досының жерлеу рәсімінде ол 20 жыл бойы кездеспеген мектеп достарын кездестіреді. Дәл осы жерде үлкен бомба жарылады. Өйткені досы Джейсон өзінің 5 миллиард вон тұратын сақтандыру ақшасын Джейсонға және журналист досы О Юн Джинге қалдырғаны белгілі болады. О Юн Джин бұл дораманың басты кейіпкерлерінің бірі. Жегионның мектептегі досы. Қазір жұмысынан қуылған ақшаға мұқтаж журналист. Жегион басында оған сенбейді, бірақ Джейсонның өлімінен зерттеу үшін онымен бірігуге мәжбүр болады. Пак Те Жин өте ақылды, өзі ісіне таянақты, өз көздегені бар прокурор. Бон Джин Сун алтын жастардың көшбасшысы, бай мұрагер, тәкаппар әрі қатыгез. Енді оқиға дәл осы достардың ортасында өрбитін болады. Жегион тергеу барысында досының аяқ киімінің баулары шешілгенін байқайды. Суицид жасаған адамның аяқ киімінің шешіп қалдыруы мүмкін, бірақ бауын шешпейді. Бұл оны біреудің итеріп жібергенінің алғашқы айғағы. Сонымен қатар оған доктор деген адамнан хабарлама келе бастайды. Сені тәуелді қылған менмін. Егер шындықты тапқың келсе, менің ойыныммен ойна деген. Доктор бұл дәл осы есірткіні таратып жүрген жұмбақ кейіпкер. Жегион өзінің тәуелділігімен күресе жүріп, осы доктордың ізіне түседі. Ал Жегионның тәуелділігі оның әлсіретіп шегіне жетеді. Ол жұмыс кезінде есінен танып қала жаздайды. Ал көмекшісі Ким Же Су бастығының сөмкесінен есірткі тауып алады. Көрермендер үшін үлкен сұрақ: Же Су оны ұстап бере ме, әлде көмектесе ме? Көмекшісі үндемейді, бірақ ол Жегионды бақылай бастайды. Жегион есірткінің әсерінен өзін басқара алмай, құлап немесе есінен танып қалғанда Юджи оның қасында болып, оның сыртқы көзден сақтайды. Және ол есірткінің орнын басатын, және оның симптомдарын уақытша басатын жолдарын іздестіріп, оған сынбауға көмектеседі. Осы тұста таксист Шон Юн Хо пайда болады. Ол мектеп кезінде достардың арасында атшабар болған. Қазір Пак Те Жиннің тапсырмасымен айғақтарды жойып отырады. Юджи менен Жегион таксисттің өлім болған түні оқиға орнында болғандығын анықтайды. Кейін оқиғаның ең жеркенішті тұсы ашылады. Қайтыс болған Джейсонның әйелі Шхве Джиньон менен прокурордың арасындағы жасырын махаббат байланысы бары белгілі болады. Ол Джейсонның тірі кезінде де оның көзіне шөп салған. Жегион мұны білгенде досының қандай тозақты өмір сүргендігін түсінеді. Сонымен қатар 20 жыл бұрынғы мектептегі өрт оқиғасы көрсетіледі. Ол кезде достарының бірі қайтыс болғанда, Пак Те Жин менен Бон Джон Су қылмысты жасырып, Джейсонның үндемеуге мәжбүрлеген. Дәл осы сәттен бастап Джейсонның өмірі өкінішке, қайғыға толы болғаны белгілі болады. Тергеу барысында Жегион есірткі дилері Гон Джин Юктың ізіне түседі. Оның жасырын жасалғатын зертханасын табады. Ол жерде тағы да бір мектептегі досы
фармацевт Йон Мён-уктың қатысы бары белгілі болады. Осылайша Жигюн өз тәуелділігіне қарамастан ақырындап доктордың кім екендігін логикалық түрде есептей бастайды. Және ол доктордың достарының ішіндегі ең ақылды және бәрін басқарып отырған адам екендігін түсінеді. Прокурор Жигюнды полициядан шығару үшін оның тәуелділігін пайдаланбақшы болады. Бірақ Жигюн әккілік танытып, одан құтылып кетеді. Осылайша ақырындап шындық ашыла бастайды. Тергеу барысында Жисонның өлген түні Жисон барлық достарымен құрылыс алаңында кездескені белгілі болады. Жисон достарының есірткі бизнесімен айналысып жүргенін біліп қойып, оны тоқтатудың және полицияға беруді талап етеді. Сондықтан достарының арасында төбелес пайда болып, сол төбелестің кезінде Жисон биіктіктен құлап кетеді. Жисуды құлағаннан кейін әлі де тірі болған, алайда достары ол қылмысты жасыру үшін оған көмектесуден бас тартады. Кейін оны өз-өзіне қол жұмсады ретінде көрсету үшін айғақтардың бәрін қолдан жасаған. Алайда барлық оқиғаның артында Бон Джон-судың әкесі тұрғандығы белгілі болады. Ол бүкіл оқиғаның артында тұрған үлкен күш. Ол тікелей итеріп жібермесе де, өзінің абыройы үшін, ұлының қылмыстарын жасыру үшін арнайы адам жіберіп, тірі жатқан Жисонды өлтірген. Дорамада Вон мырзаның өз билігін сақтап қалу үшін кез келген кедергіге, тіпті ұлының достарының да құрбан етуге дайын екендігі көрінеді. Ол Пак Жун Сонның артық білетінін сезді және оның көзін жою үшін оны өлтірген. Дораманың ең басты құпиясы Жигюнды есірткіге тәуелді қылған доктордың кім екендігі. Көптеген көрермендер басты жауыз деп Вон Джон-суды ойлағанымен, шын мәнінде бұл істің артында прокурор тұрған. Ол лимон есірткісін шығарып, оны тарату желісін құрған. Жигюнды есірткіге тәуелді қылған себебі оның тергеуіне кедергі жасап, оны беделінен түсіру болған. Юджи өзінің журналистік байланыстарын пайдаланып, Пак Те-джин мен Бон Джон-судың компанияларына қатысты құпия құжаттарды қолға түсіреді. Ол күдіктілердің әйелдерімен және қызметкерлермен кездесіп, олардың полиция алдында таба алмаған маңызды ақпараттарын қазбалап алып шығады. Осылайша Жигюн олардың қылмыстарын ашу үшін оларды бір жерге жинап, бетперделерін шешеді. Прокурордың доктор екендігін дәлелдейтін аудиожазбалар мен құжаттарды ортаға тастайды. Осылайша прокурор тығырыққа тіреліп, оның барлық қылмыстары әшкереленеді. Бірақ ол заң алдында жауап бермесе де, оның серіктестерінің бірінің қолынан қаза табады. Ол оның жасаған зұлымдықтар үшін алған қайтарылмасы іспеттес. Ал бай мұрагер Вон Джун-сон, ол да заң алдында жауап береді. Оның корпорациясы дағдарысқа ұшырап, әкесінің алдында беделінен айырылып және түрмеге жабылады. Дорамадағы тағы да бір кейіпкер Жисонның әйелі. Дорама барысында Шве Джиньон тек қайғылы жесір ғана емес екені белгілі болады. Ол күйеуі тірі кезден-ақ оның ең жақын досы прокурормен көзіне шөп салған. Джион үшін Жису тым жуас әрі сәтсіз көрінген. Ол билік пенен ақшаны жақсы көргендіктен болашағы жарқын ықпалды прокурормен байланысқан. Ол Жисонды арадан алып тастап, оның мүлкін немесе сақтандыру ақшаларын иемденуді көздеген. Ал прокурор оны жай ғана көңілдесі ретінде емес, өз қылмыстарына көмектесетін құрал ретінде пайдаланған. Жусон қайтыс болғаннан кейін де Жион менен прокурор бірге қашып кетпекші болады, бірақ олардың арасындағы махаббат шынайы емес еді. Жион күйеуінің өліміне прокурордың қатысы бар екенін іштей сезсе де, өз басының амандығы үшін ақша үшін үндемейді. Ал тергеу барысында Жигюн олардың құпия кездесулерін анықтап, Жионды қыспаққа алады. Ал ол прокурорды қорғауға тырысады. Бірақ прокурор үшін Жион тек қана айғақтарды жасыруға көмектесетін адам болған. Жису әйелі менен оның досы Пак Те-джиннің арасындағы байланысты бұл дораманың ең жиіркенішті тұсы. Олар Жисонның көзіне шөп салып қана қоймай, оның өлімінен кейін де ақшаны бөліске салмақшы болады. Бірақ Жису ақылды еді. Ол бұл сатқындықты алдын ала сезіп, 5 миллиардты олардың қолына бермеді. Ақырында прокурор өз қылмысының құрбаны болса, Жион да жалғыздық пен жоқшылықта қалып, жасаған күнәсінің өтеуін алды. Ал көптеген көрермендерді мазалаған сұрақ: Жигюнның серіктесі Ким Чан-су сатқын ба? 5-ші бөлімнен бастап оның әрекеті күмәнді көрінді. Ол бастығының есірткіге тәуелді екендігін біле тұра неге жасырды? Шындығында Чан-су бұл жүйенің құрбаны әрі құтқарушысы. Ол Пак Те-джиннің қысымына қарамастан Жигюнды сатып кетпеді. Оның дилермен байланысы Жигюнды аман алып қалу үшін жасалған қауіпті ойын еді.
Ол жаман кейіпкер емес, ол тек өз бастығын осы батпақтан алып шыққысы келген, бірақ өз қолында кіретіп алған кейіпкер. Ал дорамадағы басты кейіпкерлердің бірі Юджей, өмірдің ащы дәмін татқан әйел. Ол жалғызбасты ана, ақшадан тарығып жүргендіктен басында ақша берсе кез келген ақпаратты сатады деген атпен танылады. Бірақ оның ішінде мықты моральдық темірқазық бар. Ол қиын сәтте ақшаны емес, достықпенен шындықты таңдайды. О Юнджин, Жегионның сыртқы әлемдегі сенімді өкілі. Ол полицей жете алмайтын ақпараттарды табады. Полицей айта алмайтын шындықты айтады. Және ең бастысы, Жегионның адамды қалпын сақтап қалуға көмектескен ең басты кейіпкерлердің бірі. Дорама соңында Жисонның неліктен ақшаны Жегион менен Юджинға қалдырғаны белгілі болады. Ол осы екеуінің ғана шындықты соңына дейін іздейтініне сенген. Ақшаны алу үшін қойылған шарттар орындалып, соңында Жегион менен Юджин сақтандыру төлемін алады. Олар бұл ақшаны Жисонның отбасына көмектесуге және әлеуметтік жолда жұмсауға шешім қабылдайды. Ал Жегион есірткіге тәуелділігін мойындайды. Ол полициядан кетпейді, бірақ оңалту орталығында емделуден өтеді. Соңғы кадрларда оның есірткіге қарсы тұра алатындай күш жинағанын және Жисонның аруағы алдында берген уәдесін орындап, жан тыныштығын тапқандығын көреміз. Дораманың аты неге байланыс? Себебі қазіргі болып жатқан қылмыстардың бәрі 20 жыл бұрынғы мектептегі оқиғамен байланысты. Ол кезде достар тобы бір баланың өліміне себепкер болған еді. Жисон сол кезде үндемей қалғаны үшін өмір бойы өзін кінәлі сезініп келген. Ол өлместен бұрын бұл құпияны ашқысы келді, бірақ оған мүмкіндік бермеді. Бұл дорамада тек қана қылмыскерді ұстау ғана емес, бұл достық, сатқындық және адамның өз нәпсісімен күресу туралы айтылған. Мінекей достар, байланыс дорамасы қысқаша осындай. Ал сіздер бұл дорама туралы не айтасыздар? Өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Келесіде қай дорама туралы айтқанымды қалайсыздар? Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.